Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. 20 ғасырдағы әдебиет пен мәдениетіміздің белгілі қайраткері, қазақтың көрнекті ақыны, жерлесіміз, Қазақстанның халық жазушысы Мәриям Қадымжанованың туғанына 115 жыл толуына орай абонемент бөлімінің ұйымдастыруымен Назипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің жатақханасының актовый залында естен кетпес асыл бейнең атты әдеби кеш өткізілді. Қазақтың көрнекті ақыны, жерлесіміз, Қазақстанның халық жазушысы Мәриям Қадымжанованың жыр әлеміне арналады. Осыдан тура 115 жыл бұрын, яғни 1906 жылдың қараша айында Қостанай өңірінің Мезгіл деген Қайынды тоғайының бауырындағы Хакімжан мен Төлегеннің отбасында Идрис, Ахметжан дейтін ұлдарынан кейін асыға күткен қыздары дүниеге келеді. Әдеби кеште студенттерге ақынның өмірі, шығармашылық, қызметтік жолдары, сондай-ақ ақынның марапаттары мен жүлделері жайында ақпарат берілді. Кеште ақынның дүниеден өткен әріптес лебіздерінің бейнежазбасын тамашалады. Және студент қыздар Қонарбай Жібек, Мағашбай Гүлсезім, Баженова Динара, Сайлаубай Аружан, Дербісал Лагерге, Мұқан Аяулым ақынның өлеңдерін оқыды. Талай жастың туғышы туды бүгін, дүниеге паш етіп тұңғыш үнін. Сабалтындай таптаза сәби жаны жер бетінің білмейді әлі сырын. Анасының ақ сүті татқан дәмі, балаусадай балдырар балғын тілі. Ыңғалайды құндақта жатқа бөбек әлденеден шошынды. Мәриям Қадымжанова, керуен басы Қостанай. Қасқайып топтан озған Қостанайым, атыңды аузымнан тастамаймын. Керуенін миллиардтап тастап шыққан, мен неге табысыңды қостамаймын. Мен неге қуанбаймын, шаттанбаймын. Мен неге туған жермен мақтанбаймын. Қанатты ой, сөз асылын алшы талғап, теңіздей тереңіне салдым қармақ. Атыңнан айналайын ұшқан иян, толғаймын, толғанамын өзіңе арнап. Қадымжанова, Торғай толғалы. Қасиетті қара шаңырақ торғайым, сағынып келіп, саянда сенің толғайым. Егізімнің сынарымын ежелден, сексенімді өз қойнымда. Әдеби кешімізде кітаптарға шолу жасалды. Студенттер ақынның кітаптарына қызығушылық таныта отырып танысты. Кешіміздің соңында атаулы іс-шараға қатысқан студенттер және мұғалімдер, жатақхана тәрбиешілері қатысып, естелік фотосуретке түсті. Әдеби кешімізге ат салысқан колледж студенттеріне және тәрбиеші Бірмаканова Жанар Хамитқызына алғысымызды білдіреміз.